Өткен түнде Қарағанды қаласында валюта айырбастау пунктінде қарақшылық шабуыл жасалғаны анықталды. Бетперде киген екі қарақшы кассирді пышақпен қорқытып 6 миллион теңгеге жуық әртүрлі валютадағы ақшаны иемденіп қашып кеткен. Күдіктілердің кім екендіктері анықталды. Қазіргі уақытта оларды ұстау шаралары қабылдануда. Прошлой ночью в Караганде было совершено разбойное нападение на обменный пункт. Двое в масках обманным путем проникли в помещение и, угрожая ножом кассиру, завладели деньгами в сумме порядка 6 миллионов тенге. Личности подозреваемых установлены. Проводятся необходимые мероприятия по их задержанию.